Қазмұнайгаз көмірсутектерді барлауды, өндіруді, тасымалдауды, өңдеуді және түпкі тұтынушыларға өткізуді қамтитын толық циклді жүзеге асыратын тігінен интеграцияланған ұлттық мұнайгаз компаниясы. Әлеуметтік жауапты компания ретінде біз қоршаған ортаға және активтерге мұнай мен газды өндіру, тасымалдау және өңдеу барысында келетін зиянның үлесін барынша азайтуға және жұмысшыларға, мердігерлер мен халыққа зиян келтірмеуге ұмтыламыз. Төтенше жағдайлар мен табиғи апаттардың тұрақты туындау қаупіне байланысты еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару мұнай индустриясында бизнес жүргізудің басымдылығы болып табылады. Біз еңбекті қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында тәуекелдерді барынша азайту мақсатында дағдарысты жағдайларды басқару жүйесін әзірледік және оны енгізудеміз. Жүйенің мақсаты жедел ден қоюды, ықтимал дағдарысты жағдайлардың ушығуын болдырмауды, оның болуы жағдайы нәтижесінде туындаған салдардың ауыртпалығы мен ықтимал залалды төмендетуді қамтамасыз ету болып табылады. Мысал ретінде, ықтимал авариялық жағдайдағы жұмыскерлердің өзара іс-қимылдары мен әрекеттерін қарастырайық. Айталық, Қазмұнайгаз мұнай өңдеу зауыттарының бірінде мұнайды бастапқы өңдеу қондырғысында авариялық жағдай туындады. Құбыр желісінің жануын байқаған оператор байланыс құралдары арқылы технологиялық қондырғы қызметкерлеріне қауіп туралы ескертеді, ауысым жетекшісіне хабарлайды және жақын маңдағы өрт хабарландырушысы арқылы қауіп дабылын береді. Ауысым жетекшісі жағдайды бағалайды және болған оқиға жайында дереу түрде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметіне хабарлайды. Өрт кезінде және жедел медициналық көмек көрсету қызметі зардап шеккендер болған жағдайда, сондай-ақ зауыт диспетчеріне және цех басшысына баяндайды. Цех басшысының қондырғыға келуі алдында ауысым жетекшісі апатты жою бойынша жұмыстарға жауапты болып табылады. Ауысым жетекшісі жеке қорғаныс құралдарын қолдану туралы ескертеді. Сабақтас секциялардағы аға операторларды хабардар етеді. Өзінің берген тапсырмаларының орындалуын және жұмыскерлердің жасайтын әрекеттерінің дұрыстығын бақылайды және жетекшілік етеді. Оператор ауысым жетекшісінің нұсқауы бойынша апатты жоюға қатысы жоқ жұмыскерлерді қауіпсіз аймаққа шығарады. Қондырғыға кіреберістерде ескерту белгілерін қояды. Ауысым жетекшісі қажет болған жағдайда немесе цех басшысының нұсқауы бойынша технологиялық қондырғыларды тоқтату қауіпсіздігі бойынша нұсқау және технологиялық регламент негізінде қондырғыны тоқтатуды бастайды. Оператор арнайы қызмет көліктерін қарсы алады. Медициналық көмек көрсету қызметінің кезекші бригадасы объектіге келе сала қажет болған жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсетеді және зардап шеккендерді ауруханаға жатқызады. Өрт сөндірушілер командасы келісімен өрт сөндіруге арналған арнайы құрал жабдықтарды дайындап, тікелей өрт сөндіруге кіріседі. Апаттан құтқару қызмет бригадасы жұмысшыларының бірлескен жұмыс нәтижесінде өрт ошағы тоқтатылды және апатты жағдай жойылды. Алайда өрт жұмыскерлердің денсаулығына зиян келтіріп үлгерді. Өндірістік қондырғыны және өндірістік орынды айырбастау мен жөндеу қажет. Осы жағдайды болдырмауға да болар еді ғой. Осы жағдайға алып келген оқиғалардың тізбегін талдайық. Көбінесе төтенше жағдайлар жұмыскерлердің немқұрайлы іс-әрекеттері нәтижесінде туындайды. Жұмыскер қондырғының технологиялық жағдайын тексеру бойынша жұмысты тиісінше өткізбеді. Құбырды тексеру сапасыз жүргізілген. Жұмыскер қондырғының жанында мұнай өнімінің шамалы ағуын байқаған. Алайда ол басшылығына баяндамай, сұйықтықты жай ғана шүберекпен сүртіп алған. Кезекші оператор құбырдың маңын өндіріс тоқтағанға дейін өздігінен сөндіре бастаған. Бұл ауыр жарақаттар мен еңбекке жарамдылықты жоғалтумен күйіктер байланысты жазатайым оқиғаға алып келді. Мұндай абайсыз іс-қимылдар апатқа алып келді. Кез келген төтенше және дағдарыстық жағдайлардың дамуындағы шешуші фактор адами фактор болып табылады. Статистика көрсеткенде, техногенді авариялар мен апаттардың 70%-ға дейіні жұмыскерлердің қателіктері мен ниетсіз қарым-қатынасынан туындайды. Неғұрлым тұрақты ұйымның құрамдас бөлігі дағдарыстық жағдайларды басқару қабілеті болып табылады. Сондықтан Қазмұнайгаз компаниясы корпоративтік деңгейде дағдарыстық жағдайды басқаруды іске асыру бойынша міндетті өзіне алды. Өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы жұмыскерлермен қатар жоғарғы басшылардың жеке және ұжымдық жауапкершілігі біздің компания үшін аса маңызды шарт болып табылады. Күшімізді біріктіре отырып, біз өнеркәсіп қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласында жоғары көрсеткіштерге қол жеткізе аламыз.